Баршаларыңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын картоптан жасалатын тағамның рецептісімен бөлісетін боламын. Картопты жай ғана пюре ретінде ұсынбай, дәл осылай ұсынатын болсаңыздар, балалардың барлығы сүйсініп жейтін болады. Ол үшін біз картопымызды осылай қайнатып аламыз және пюре ретінде еземіз. Оған жарты ас қасық қара бұрыш саламыз. Картопты қайнатқан кезде дәміне қарай тұз салып алыңыздар. Сондықтан қазір мен тұз қоспаймын. 3 ас қасық кукурузный крахмал қосасыздар. Үйіңізде бар кез келген зеленді қоссаңыздар болады. Менде укроп. Жақсылап тұрып араластырамыз. Және біздің картопымыз қолға алған кезде әдемі форма ұстағанша ұн қосатын боламыз. Көз мөлшерімен әдемілеп, жұмсақ етіп, қамыр секілді илейтін боламыз. Достар, мен сырды осылай ұзыннан турап алдым. Егер де олай қоспайым десеңіздер, теркадан өткізіп, біз тестаға қосып жүрсеңіздер де болады. Осылай ашып, ортасына сырды саламыз және әдемілеп басып шығамыз, осылай домалақтаймыз. Мен картоптың жартысын сыртын осылай панировкамен аунатып шықтым. Ал жартысына осылай сұйық майды алып, паприка қосасыздар. Және оны қалған біз картоптарға 180 градуста қызып тұрған пеште 30-35 минут аралығында пісіріп алатын боламыз.